Сон Кихун дейтін лудаман болады. Ол бұрын мынамен бірге отбасылық өмір бастаған еді. Кейіннен білмеймін, әйтеуір ыдыс аяқты сылдырлатып қойды ма, екеуі ажырасып тынады. Сөйтіп ол қатын басқа біреуге байға тиіп кетеді. Арада Кихунның Кайон дейтін қызы қалады. Кихун оған анда-санда барып тұрады. Бірақ кейінгі кездері бармай біраз ұмытқан сияқты. Өйткені шешесі оған ұрысып, бүгін оның туылған күні екенін еске түсіреді. Кихун бір тиын ақшасы жоқ екенін айтып, одан ақша сұрайды. Шешесі немересі үшін тапқан таянғанын аямай Кихунның қолына ұстатады. Кихун үй алмастан оны аз сынады. Содан Кихун шешесі үйінен шығып кеткенде оның банк картасын тауып алып, досы екеуі ақшаматқа барып, қалған ақшаларды сыпырып алуға тырысады. Алайда шешесі пин-кодты ауыстырып жіберген екен. Кихун берілместен мүмкіндікті пайдаланып, төртіншісінде пин-кодты дұрыс тауып ақшасын алады. Ол ақшаның барлығын ат жарысына тігіп тастайды. Бір жақсы бұл жерден құр қол қайтпай 4 миллион вон, теңгемен айтқанда 1 миллион 400 мың ұтып алады. Көңілі көтерілген Кихун букмекерге 3000 теңгесін ұстатып кетеді. Енді ақшаны төс қалтаға салып, Кайонға сыйлық алса болады дей бергенде, қарызын қайтара алмай жүрген банда оның артынан қуады. Жолдан Себек есімді қыз онымен соқтығысып қалады. Кихун ештеңе қылмайды деп ары қарай қашады. Кихун ұсталып қалады. Бір кезде қарызының бір бөлігін қайтарып берейін деп қалтасына қараса, тесіктен басқа ештеңе таппайды. Осы сәтте оның есіне Себек түседі. Ал мыналар Кихунды қысып қарызын қайтарғанын күтіп тұрады. Жай күтпейді, тұмсықтан соғып қанату арқылы күтеді. Сонда Кихун кейін қайтарып беруін сұрайды. Бандалар бұл соңғы болсын дегендей оған тағы бір мүмкіндік береді. Егер қайтармаса, көзден және бүйректен айырылатынына қол қояды. Осы сәтте Кихун ұялмастан бұлардан тағы ақша сұрайды. Олар Казвойстың видеоларында жиі кездесетін саусақтарын көрсетіп кете береді. Кейіннен Кихун әлгі букмекерге оралып, беріп кеткен 3000 теңгесін сұрап, ойыншықтар автоматына барып қызына ойыншық алып көреді. Түбінде мынадай ойыншық ұтады. Бір кезде бір бала келіп көмектесіп, оған бар мен базар дейтін ойыншық ұтып береді. Кешке қарай Кихун Кайонмен кездесіп, оған сыйлығын береді. Қандай сыйлық екенін өздеріңде көріп отырсыңдар. Бұны Кайонның шешесі көрсе, Кихунды Марсқа лақтырып жіберетіні айтылады. Кихун ойбай құрсын, онда өскеніңді аларсың деп өзіне қайтарып, келесі жыл бұдан да күшті сыйлық беретінмен уәде етеді. Сонда Кайон оған дейін кім бар кім жоқ дегендей түрмен қарап отыра береді. Біраз уақыттардан соң Кихун қызын шешесіне алып келеді. Шешесі суық қабақ танытып, қызын арқасынан шешіп алып, не амандық, не саулық жоқ үйге кіріп кетеді. Одан кейін метрода отырғанда оған бір кісі жабысады. Ол Кихунмен дагджи ойын ойнағысы келеді. Әрбір жеңісінде 100 000 воннан ұстататынын айтады. Содан екеуі дагджи ойнап, арасында Кихун ұтылып бетіне шапалақтарын да тосып әйтеуір біраз байып алады. Соңында мынау оған визитка ұстатып, бұдан да көп ақша ұта алатындай мүмкіндігі бар ойынға шақырып кетеді. Үйге келе жатып Кихун жолдан досының шешесін көріп қалады. Ол өзінің Самбу дейтін баласын үлгі қылып, сенің жүрісің мынау әңгімесін айтып Кихунды жер қылады. Кихун балығын алып үйіне қайтады. Үйінің қасынан мысықты көріп қалып, өле жегенше бөле же дегенді еске түсіріп, мақұлыққа балығын бөліседі. Үйге кірген соң ақшасын санап, жартысын шешесіне береді. Шешесі оны тағы бір арам ойыннан ұтып алғанын біліп, оған ұрсады. Кихун бұны жан-тәнімен тапқанын айтып ақталады. Иә, тура мағынада жан-тәнімен расында. Содан шешесі Кайонның ақшқа көшкелі жатқанын хабарлайды және оларды тез арада тоқтатуын сұрайды. Оны естіп алған Кихун түнімен ұйықтай алмай, әлгі визиткадағы нөмірге қоңырау шалуды шешеді. Олар бұның аты мен туылған жылын сұрайды. Біраздан соң Кихун оларды көшеге шығып күтіп тұрады. Алдына бейтаныс көлік келіп, оны отырғызып, шылдауығын сеуіп ұйықтатып алып кетеді. Солайша көзіңді жұмсаң көлікте отырасың, ашсаң жатақханадасың дейтін осы екен ғой деп, Кихун өзі сияқты қарызға мойнынан батқан ойыншылардың арасынан 456 нөмірмен оянады. Ал ойынды бақылайтын Дарт Вейдер сымақты байқаймыз. Кихун төмен түсіп, нөмірі 1-ші ойыншыны байқап, онымен сөйлесе кетеді. Осы сәтте оның басында қатерлі ісік бар екені анықталады. Ал мына жақта тоғысқан тағдырлар орын алып, "Ап білем, ұсталдың ба?" дейтін би-билеп 101-ші 67-ге секіріп жатады. Есімдермен айтатын болсақ, 101-дегі Доксу, 67-дегі Себек. Бұрын соңды Себек Доксуда жұмыс істеген екен. Кейіннен оны лақтырып ақшасын бермей қашып кеткен. Кихун да қарап тұрмай мына сәтті еске түсіріп, жанжалға жағаласа кетеді. Доксу, мен бірінші тиістім" деп Себектен спрос қуалауға таласады. Бір кезде Among Usқа жатып алған қызғылт солдаттар жатақханаға кіріп келеді. Бұларды таныстыра кетсек, шеңберлері барып кел шауып кел, полжу, қансұрт, шай қой, балаға қара. Енді соңғы жақтар өтірік болып кетті әрине. Сондай жұмыстарды істеп жүреді. Үшбұрыштар бұлардан жоғары тұрады және ең жауапты әрі жауыз тірліктерді орындайды. Шаршылар бұлардың барлығын басқарады. Сонымен қатар көбінесе ережені түсіндіріп сөйлейтіндері де осылар. Ал басқалары балық жұтып алғандай олардың сөйлеген көп байқай бермейміз. Содан шаршы сарбаз жиналған 456 ойыншыға ережені түсіндіреді. Олар 6 күн бойы 6 түрлі ойындар ойнайды екен. Әрбір ойыннан соң үстінен түсетін ыдысқа миллиондап ақша құйылатынын айтады. Былай қарап отырсаң, әрбір ойыннан соң жай ғана ақша түседі деп ойлауға болады ғой, иә саған. Бұлар әлі бір нәрсені айтпай тұр. Оны қазір бірер минуттардан соң түсінетін боламыз. Содан барлығы бұл жерге қомақты сомада елге қарыз болып, ақша ұту мақсатымен осы жерге өз еріктерімен келгені анықталады. Олардың ішінде бағана шешесі мақтап, "Ой, менің балам алтын" деп отырған Самвудың мына жақта тоңқайып тұрып осырып жүргенін байқаймыз. Ал оның қарызын есептейтін болсақ, 600 миллион вон. Оны теңгеге шаққанда шамамен 217 миллионға теңеседі. Солай тағысындағы басқа ойыншылардың да қарыздары бәріне жария болады. Содан ойыншылардың барлығына дәл осы сәтте таңдау беріледі. Олар 3 пункттан тұратын келісімді оқып қол қояды. Біріншісінде ойынды тоқтатуға болмайды. Екіншісінде ойынды тоқтатқан адам жазаланады. Және үшіншісінде көпшіліктің қалауы бойынша дауыс беру арқылы ойынды тоқтатуға болады дейтін шарт жазылған екен. Нәтижесінде қалай болар екен, не болар екен дейтін адамның бір қазақшасын білмеймін енді любопытствосы жеңіп, ойыншылардың 100% ойынды ойнайтын болып шешеді. Ары қарай барлығын фотосалоннан өткізіп, ойыншыларды селфилатып инициалдайды. Одан кейін кең аулаға шығарады. Бірінші ойынның
ережесі айтылады. Бірінші ойын жүгір, бірақ асықпа деп аталады. Қуыршақ ары қарап әнін айтқанда мәреге қарай жүгіру керек. Керісінше сіздер жаққа қараса онда қату керек. Қозғалған ойыншы ойыннан шығады. Мәреге 5 минуттың ішінде жету керек. Үлгермеген ойыншы да ойыннан шығады. Дайын болыңыздар, ойынды бастаймыз. Ойын процесін мына фронтмен Fly Me to the Moon жазын қосып қойып бейне бақылаудан қарап отырады. 001 ширақтық танытады. Оған қарап барлығы солай қозғалуға тырысады. Санву Кихунға біреудің артына тығылу керек, сонда қуыршақ оның қозғалысын байқамайтынын түсіндіреді. Бұнысы рас екен дейді, Кихун біреудің артына тығылады. Бұл әдісті Себекті қағып алып, Доксуды көлеңкелеп оның көтін дірілдетеді. Кихунның аяғына жарадар біреу жармасып көмек сұрайды. Кихун оны елемей қозғалысын жалғастырады. Түбінде ол байқұсты да ат бастайды. Кихун шалынсады. Уақыт аз қалады. Соңғы сәтте 199 нөмірдегі Али ұстап қалып, Кихунды аман алады. Бұл ойында шамамен жартысы қырылады. Ал оларға керек болғаны тек қозғалмай мәреге бірінші келу керек еді. Мейлі өз обалдары өздеріне дейміз де, мәреге жеткендерді құттықтап, үлгермегендерді ат тастаймыз. Ойын тәмамдалғанда ауланың шатырлары жабыла бастайды. Сөйтсек, бұл ойындардың барлығы құпия аралда өтіп жатқаны байқалады. Содан шеңберлер мына жақта үйілген мәйіттерді пешке салып өртеумен болады. Арасында біреу табыттың қақпағын ашып тыпырлайды. Сонда сарбаздардың біреуі оны шегелеп, тірідей пешке салып жібергендей болады. Солай ма өзі? Қазір біраздан кейін түсінеміз. Ойыншылар жатақханаға келгенде жартысынан көбі қырылғанын түсінеді. Арадан 212-дегі Миньо дейтін кейіпкер алақандарын уқалап, үйіне қайтқысы кеп, менің бала-шағам бар дейтіндей лапшаларды әкеп мыналардың құлағына үйіп төгеді. Сарбаз келісімнің 2 пунктін айтады. Сонда үшіншісін өзім айтамын деп арадан суырылып отырып Санву шығып, дауыс берейік те үйге қайтайық дегенге келтіреді. Шаршы оның сөзін растайды. Бірақ дауыс бермей тұрып қорға қанша түскенін көрсетеді. Сөйтсе, әрбір қаза болған ойыншыға 100 миллионнан түсетіні айтылады. Демек, дәл қазір ыдыста 25,5 миллиард вон, яғни 9 миллиард 200 миллион теңге бар. Егер ойыншылар ойыннан бас тартқан жағдайда, бұл ақша өлген ойыншылардың туыстарына жіберілетіні хабарланады. Ал соңына дейін ойнаса, 45 миллиард 600 миллион ұтатындары тағы айтылады. Осы сәтте алтын көрсе періште жолдан таю басталады. Дауыс беру кему ретімен болғандықтан, бірінші болып 456-шы Кихун бастайды. Ол қарсы екенін білдіріп қызыл тетікті басады. Осы сәтте Санву, Себек және Миньо ойынды жалғастырғысы келетінін байқаймыз. Ал қоразданып жүрген Доксу бірінші ойыннан соң бұтына жіберіп қызыл тетікті басады. Алидің де жасыл тетікті баспайтынын көреміз. Одан кейін қарсы еместер қарсыларға, қарсылар қарсы еместерге қарсы шығып арадан жанжал туындайды. Оларда дереу автомат ұстаған үшбұрыштар тынышталдырады. Бір кезде дауыс саны 100-100 болып қалады. Енді не болмақ деп отырғанымызда, бірінші нөмірдегі О Илнам атамыз ырғалып-жырғалып тетіктерді басатын орынға келеді. Ол әр ойланып бер ойланып басайын ба баспайын ба деп 2 сағат тұрады. Одан кейін тағы ойланып бір жолата Казвойстың келесі видеосына қалдырсам ба деп қояды. Бұған тіпті Казвойстың өзі шыдамай, "Ей босай!" деп Л әрпін тастап тұрып асықтыратындай уақыт өтеді. Енді осы сәтте мынаны қоймасқа болмайды енді. A few moments later. Содан О жарықтық О Илнам қарсымын дейтін тетікті басып көбісін қуантады. Ал ойынды жалғастырғысы келетіндер өзіміз қалып ойнап тастайық та дейтіндей ойларын білдіреді. Сонда сарбаз көп сөйлемей үйлеріңе барып ойланып келіңдер. Егер беттерің бері қарап жатса, онда ойынды қайта жалғастырамыз дегенге келтіреді. Біраздан соң ойыншыларды Сеулдың көшелеріне тырдай жалаңаш лақтырып жеткізеді. Бір қызығы апарарда бұларды әспеттеп киіндіріп апарады, бірақ қайтарында киіндірмейтіні жаман екен. Содан Себек пен Кихун бірге түседі. Кихун әлгі ұтқан ақшасын жырғып секеңдеп жүріп қайтармақшы болады. Мына жақта Санву Али екеуі қалады. Санву телефонын тексереді, бірақ өшіп қалған. Сөйтіп дүкеннен қуаттағыш сатып алып телефоннан арызымды қайтар дейтін 667 хабарламаны байқайды. Арасында Алидің қалтасы оттегімен байып тұрғанын байқап, "Мә саған 10 000 вон, енді көзіме көрінбей пошел вон" деп оның жолақысын көтеріп береді. Таңға жуық Кихун болған жағдайды бөлімшеге барып полицияға хабарлайды. Кихунның айтып тұрған ертегісі адам сенкісіз жай ғана баланың әңгімесіне ұқсағандықтан, қызметшілер сұқ саусағын самайына тақап айналдырып қана әрекет етеді. Оған қоса визитка бойынша хабарласып, басқа бір әйелдің нөмірін теріп қояды. Сізбен ойын ойнасам бола ма? Не қатының үйден қуып жіберді ма? Бар, сонымен ойына жек сұр. Бір кезде бөлімшеге Хван Чунхо есімді офицер кіріп келіп, визиткаға көзі түседі. Кихун сыртқа шыққан соң әлгі нөмірге өзі хабарласып көреді. Сөйтсе, мұндай нөмірдің тіркелмегені айтылады. Біраздан соң ол үйіне келіп, Один домадағы Кевин сияқты мамасын іздейді. Бірақ таппайды. Телефонмен хабарласса да оны көтермейді. Мына жақта Санву шешесіне, "Мама, мен сізді алдап жүрмін" деп қасына баруға батылы жетпей жүреді. Бір кезде қасына Кихун кеп қалып, екеуі әңгімелесе кетеді. Осы сәтте Санву 600 миллион емес, 6 миллиард вон қарыз екені анықталады. Карл 6 миллиард. Оны теңгеге шаққанда 2 миллиард 170 миллион 641.276 мен теңеседі екен. Тағы 26 тиынын ұмытпайық. Оған қоса бүкіл мүлігін, соның ішінде шешесінің сатып тұрған лашығын да кепілдікке қойып тастаған. Кихунның да жағдайы мүлдем мәз емес. Өйткені оның шешесі қант диабетінің асқынған формасына шалдыққандықтан, тобықтан төмен некроз болып ампутацияға жарайтындай халде екен. Шешесі ота жасаудан бас тартады. Оның себебі ақшаның жоқтығында. Осы сәтте Кихунның есіне мед сақтандыру түседі. Алайда бұны да Кихун кезінде пайдаланып нөлге теңестіріп тастаған айтылады. Кихунның енді жер тырмалап жылаудан басқа амалы қалмайды.
алмайды. Чунхо өзінің жоғалып кеткен інісін іздеп, оның тұрып жатқан жалдамалы пәтеріне келеді. Бұл жерде мына жауыз визитканы көріп қалып, бөлімшедегі Кихунмен орнаған Шизаны бір еске түсіріп алады. Себек інісімен сөйлесіп отырып, шешесін солтүстік Кореядан оңтүстікке көшіріп алып келетінмен ант етеді. Чунхо бөлімшеге келіп, Сон Кихунның мекен-жайын сұрап алады. Әли жұмысына келіп, бастығының кабинетіне кіріп, 6 ай бермей жүрген айлығын төлеуін талап етеді. Бастығы былжырап, мына донерді қалтасына салып зыта жөнеледі. Әли оны қуып жетіп алып, жұмысшылардың көзінше ақшаға таласа кетеді. Нәтижесінде бастықтың қолы станокқа түсіп мыжылып кетеді. Әли жерге түскен донерді алып Себастьян болады. Себек адвокат тауып, шешесін бері өткізудің қамын жасайды. Ал аузы бұртиған адвокат, оларды көшіру үшін 40 миллион керек. Оның өзінде де тек Қытайға ғана жеткізеді деп у мен ө әріптері бар сөздерді айтып, Себектің жынына тиеді. Себек бетіне ыстық шай шашып беріп, "Мені ерігіп жүр дейсің бе? Бүкіл өмірімді тіккен ақша саған аз ба? Көп сөйлемей мені күт, сұраған ақшаңды алып келемін. Аман есен жеткізетін бол." дегенге келтіріп, бұның да төс қалтасына сквозняк сыйлап кетеді. Санву шешесімен ақшта жүргендей түрі жасап сөйлеседі. Шешесі жаным күнім деп марқайып қалады. Тура осы сәтте полициядан адамдар келіп, баласын алаяқтық үшін қамауға алатынын айтып, оның көңіл күйін түсіріп кетеді. Өйткені кім өз баласын жаман дегенге қият дегендей ғой. Санву ішкілікке салынып ваннасында жатады. Бір кезде есікке біреу қоңырау шалады. Барып қараса, есіктің астынан кезекті визиткасын байқайды. Әли мына тірлігі үшін енді жауапқа тартылады. Оған қоса ол пәкістандық гастарбайтер болғандықтан, қолындағы ақшаға отбасын Пәкістанға жөнелтуді көздейді. Кихун әдетіне басып, досынан 3 сары қышқыл сұрап тұрады. Досы ЖОК дейтін 3 әріпін айтып тұрады. Оның үстінен әйел де ұрыс беріп, Кихунды жалғыз қалдырады. Я кірден саған бол. Мүшірандаңды. Сөйтіп Кихун да ішкілікке салынып бір жерде отырғанда, қасына бірінші нөмірдегі Илнам жайғасып закускасымен бөлісіп дастарханды құлпыртады. Шал, мына өмір ана ойыннан да қатыгез екенін айтып, ойынға қайта барып бағымды сол жақта сынаймын деген ойға келеді. Бандюган Доксу ойнаған жерінде қыруар ақшаның бар екенін біліп, соны тонау дейтін жоспарын досына айтып бөліседі. Ол үшін қаруланып алып, визитка бойынша мыналарды шақырып, солармен аралға жетіп алу керек. Алайда досы оның айтқанына сенбей, бұны кезінде қарыз болған филиппиндік баскесерлерге сатып жібереді де, өзі көліктен алыстамай Доксудың қолынан ана әлемге аттанады. Доксу соңғы сәтте оны қоршап алған бандаға өкпе бауыр көздің орнына бас бармақтан басқа ештеңе бермейтінін көрсетіп, көпірден секіріп қашып кетеді. Кихун бұрынғы әйеліне келіп ақша сұрайды. Ол бермей, кезінде сенікі дұрыс емес, сол үшін біз ажырастық дейтін әуенге басады. Кихун әй маған емес шешеме керек десе де бермей қояды. Өйткені өздері саусақтың ғана дәмін татып отқанын айтады. Бір кезде оның жаңа күйеуі балаларымен кіріп келеді. Кихун Кайонның көзінше ыңғайсызданып шығып кетеді. Сыртқа шыққанда күйеуі Кихунды қуып жетіп алып оған ақша ұстатады. Есесіне балаларыма жолаушы болма дейтін ескертуін айтады. Кихун оны пәріп жіберіп, сонда сен мені сатып алмақсың ба деп сасық намыс көрсетіп ақшаны бетіне лақтырып кетеді. Оның бәрі Кайонның көзінше болады. Сөйтіп Кихун үйіне келе жатып Чунхомен кездесіп қалады. Ол ағасын іздестіруге Кихуннан көмек сұрайды. Кихун екінші сезон күте тұр, сол кезде көмектесем. Қазір көңіл күйім жоқ дейді, үйіне кіріп кетеді. Есігін ашайын деп тұрғанда қыстырылған визитканы байқап, ойынға қайтадан оралуды шешеді. Олардың ішінде өмірдің мәні ақшаға кеп тірелетінін түсінген ойыншылар да бар. Дәлірек айтқанда, Санву, Доксу, Себек, Илнам және Әли. Олардың ізіне Чунхо түсіп алып, аңду жұмыстарын бастайды. Себек аузы мұрнын қалқалап ояу жатады. Сарбаздар ойыншыларды кемеге алып келеді. Чунхо оларды аңдып келіп, біреудің көлігінің астына кенедей жабысып, кеменің ішіне еніп алады. Шеңбер сарбаз барлығы ұйықтап жатыр ма, жатқан жоқ па деп тексеріп жүргенде, біреу ұйықтап жатқан жоқ болып шығып, Чунхо оны өлтіріп комбинезонын өзіне киіп алады. Ал денесін теңізге ағызып жібереді. Оны үшбұрыштар көріп қояды. Сонда Чунхо өтіріктен құсқым келіп кетті деп мазганы тоңғайта салады. Бұлар масканы шешуге болмайды және үлкендердің рұқсатынсыз сөйлеуге болмайтынын айтып ескертеді. Ойыншыларды шешіндіріп киіндіру бөлмесіне алып кіріп жатады. Себек қалтасындағы бәкісін сарбаздың қалтасына сала тұрады да, 67-ші формасын кигізген соң бәкіні қайтадан өзінің қалтасына сүңгітіп жібереді. Содан барлығы жатақханадан оянып, Кихун әдетіне басып бірінші нөмірдегі шалдың қасына келіп, "Мә, барлығы қайтып келіпті ғой, дейтіндей әңгіме айта бастайды. Барлығы дегенде 201 ойыншының 187-сі оралғанын байқаймыз. Қалғандары құрсын бас аман болсын деп үйінде қалған көрінеді. Бұл статистиканы шаршы сарбаз жүргізушіге, яғни фронтменге хабарлайды. Фронтмен олардың полицияға тоқылдап жүрмеуін бақылап, сарбаздарға тышқан сигеніне дейін аңду дейтін тапсырма береді. Кихунның қасына Санву келеді. Бұлардың қастарына Әли келіп, Санвудың мына жақсылықтарын айтып, оған риза болады. Сонда Кихун үшеуміз бірігіп команда болайық та деп тұрғанда, Илнам жүп болсын, тағы бір адамды қосып алсаңдар деп бұларды квартеттендіреді. Доксу Себекті өзіне тартады. Себек бұрынғы өкпелерін есіне түсіріп, көлеңкемді де қасыңа қоспайын деп қатайып алады. Сөйтіп тұрғанда араға Миньо жағаласа кетеді. Доксудың ойына енді білесіңдер не келетінін. Әйтеуір обед ішіп алған соң оны снап көрмекші болады. Кейіпкерлер обед ішіп отыру барысында өткен кеткендерін айтып отырады. Сонда Санву одан да келесі ойын қандай болатынын ойластырайық құрсын дегенге келтіреді. Илнам ол да бір балалар ойнайтын ойын шығар деген болжамға келеді. Кихун білетін ойындарын саусақпен санап, әйтеуір қолындағы саусақтары жетпей қалады. Саусақ деген сөз қанша рет айттым, Мейлі. Чунхо жұмыс күнін аяқтап бөлмесіне келеді. Бұл жерде масканы шешуге, рұқсатсыз сөйлеуге және рұқсатсыз бөлмеден шығуға болмайды дейтін ережелермен таныс болады. Түнде 212-дегі Миньо дәретханаға шығады. Сарбаз есікті ашпай қояды. Бір кезде ол жатақхананың басына көшіріп шыңғырып, бұтын шешіп еденді жылытпақшы болады. Сонда ғана есік ашылады. Онымен бірге Себек та дәретханаға еніп алады. Чунхо бөлмеде камера бар екенін көріп, масканы шешуге қорқып отырады. Не дегенмен бұл полиция болғандықтан ол базада тұрады ғой. Бір кезде тамақ әкелінеді. Оны енді маскамен іше алмайды ғой, сондықтан маскасын шешіп ішеді. Миньо туалетте отырып шылым шегеді. Оны енді қай қалтасына салып өткенін айтпай-ақ қояйын. Әйтеуір темекіні аларда ышқырын түрде
сүртіп жатқан етін. Сөйтіп Миньо түтін жұтып отырғанда, Себек бәкісімен кіріп келіп, кабинаның үстіндегі бұрандаларды бұрап, желдету шахтасына енбекші болады. Ал Миньо оған уақыт ұтып береді. Себек асхана жақтан тап болып, сарбаздардың бір нәрсені араластырып жатқанын байқайды. Себектің мұрнына қанттың иісі келеді. Мына жақта Миньо әртістік шеберлігін іске қосып, іші қатып қалғандай түр жасап күшеніп, барынша үш бұрыштарды ішке кіргізбеуге тырысады. Себектің арқасына егеу құйрық шығып алады. Ол ойбай деп қағып жібергенде, шеңберлердің бірі естіп қояды. Бірақ уф деп әйтеуір ешкім ештеңе байқамайды. Үш бұрыш Казбойс 2 видео шығарып қоятындай уақыт өткенін байқап ішке кіреді. Сөйтсек Себек оған жай ғана қағаз апарып бергендей көріністі табады. Ал Миньо аузына келгенде оттап жаны жай табады. Чунхо отбойдан кейін көрпенің астына кіріп, телефонына болған жайттың барлығын Казбойспен жарысып хронологиясын жазып жатады. Миньо Себектен не көргенін сұрайды. Себек ертең айтады. Бұның бәрін Санву тыңдап жатады. Сөйтіп ертең болады. Ертеңін ойлаған Миньо сұраққа жауабын алғысы келіп Себектің қанын ішеді. Себек не көргенін айтады. Миньо: "Мен көтімді жыртып айқайлағанда сенің көргенің сол-ақ па?" деп кетіп қалады. Чунхо бөлмесінен шығып тексеруден өтіп жұмысына кіріседі. Ойыншыларды тамақтандыру процесі басталады. Кихун құр сүттің орнына шоколад түрін сұрайды. Қайда келген үмітіп қалды-ау шамасы. Содан барлығы тамақ ішіп отырады. Алидің қасына келген адамның барлығы автоматты түрде мейірімді болатынын жақсы білесіңдер. Сол себепті Санву мен Кихун қолындағыларын соған бере салады. 111 нөмірдегі ойыншы нанның ішінен қағаз табады. Оның ішінде келесі ойын қандай екені жазылып тұрады. Сол уақытта шеңберлер ойынның атрибуттарын алып келе бастайды. Кейбіреулері табыттарын дайындай бастайды. Ал екінші ойынның да уақыты таяп қалады. Ойыншылардың барлығы шытырман баспалдақтарымен ойын алаңына аттанады. Жолда Санву түнде саққұлақтық танытқанын айтып, Себектен не көргенін сұрайды. Ол айтпайтынын айтады. Санву егер айтсаң, мен саған оның қандай ойын екенін айтамын деп шарт қояды. Себек көргенін айтып береді. Ал Санвудың айтпағы шигол кезде ойнаған мына біреу ойын екен. Бұл ойын жайлы толығырақ мәлімет менің үздік бестік дейтін форматында айтылған болатын. Содан Санву бәленің бәрін біліп, қасындағыларына тіс жармауды шешеді. Ойыншылар ойын алаңына келеді. Кейіпкерлер бұл не болды екен деп бір-бірімен әңгіме дүкен құрады. Бір кезде ойыншыларға 4 фигуралардың бірін таңдауға уақыт беріп, сәйкесінше сол таңдалған фигуралардың қатарына тұрғызады. Кихун командасымен бір фигураны таңдайық дейтін ойға келеді. Санву одан да 4 түрлісін таңдауға кеңес береді. Сөйтіп барлығы фигураларын таңдайды. Себек пен Санву 3 бұрыш, Доксу, Миньо және Илнам жұлдызды, Али шеңберді, ал Кихун қол шатырды таңдайды. Санву оған бір нәрсе айтқысы келеді. Бірақ ештеңе дейді да қоя салады. Уақыт өте келе екінші ойынның ережесі айтылады. Екінші ойын тіліп ал да жалап ал деп аталады. Ол үшін алдымен фигураларыңызды таңдаңыздар. Сосын ыдыстарыңызды алыңыздар, ашып көріңіздер. Және ішіндегі тәттідегі фигураларыңызды 10 минуттың ішінде иненің көмегімен бүтін қылып ажыратыңыздар. Дайын болыңыздар. Бастаймыз. Ережені естіп алған соң қол шатырды таңдаған Кихунның түрінде біткен жерім осы дейтін сөз жазылып тұрады. Сөйтіп бірінші сындырып алумен таныс боламыз. Ол сәйкесінше атылу арқылы ойыннан шығады. 111 нөмірдегі ойыншыға алдында аян беруші қағаз түскендіктен ол жеңіл фигураны таңдап арам ойнап өтіп кетеді. Неліктен бұған жеңілдік беріліп жатқан жайлы қазір айтатын боламын. Миньо емтиханға алып кірген шпорын пайдаланып, инені қыздырып фигурасын кесіп ойыннан аман-есен өтеді. Оттығын көтендірілдеп отырған Доксуға тастап кетеді. Сөйтіп ол да аман-есен өтеді. Солай Кихуннан басқаларының барлығы тиісті фигураларын сындырмай қиып-қиып өтіп кетеді. Соңында Кихун тәттіні жалап жатып, әйтеуір секунд санап қол шатырды ажыратып алады. Жунхо інісін іздеп құмның үстін кезіп жүреді. Ал оның жұмысы өлген ойыншыларды шығарумен негізделген еді. Оны шаршы байқап қойып, кейін сөйлесерміз дейді. Мына жақта өткен ойыншылар жатақханаға бара жатады. 111 ойыншыны ешкімге көрсетпей басқа жаққа алып кетеді. Берілген 10 минут өте шығады. Үш бұрыштар тәттілердің бүтіндігін тексере бастайды. Сонда біреу сындырып қойып үш бұрыштардың біреуіне шабуылдайды да, револьверді тартып алып шаршыны жарақаттайды. Артынша оған қару тіреп маскасын шешкізеді. Сөйтсе мұрын боғы кеппеген шигол болып шығады. Оны көрген ойыншы: "Ну нахер. Ну ты видел? дейді да өзін ат тастайды. Солайша ойынды өтіп үлгермегендер де соңғы сәтте оққа ұшып өледі. Бір кезде не болып қалды деп фронтмен аулаға келеді. Сөйтсе мынадай болып қалды деп шаршының түрі жарқ етеді. Фронтмен оны ат тастайды да, маскаларын шешілді дегенше өлдім дей беріңдер деп ережені бір еске түсіреді. Шеңберлер мәйіттерді алып кете бастайды. Чунхо әлгі шаршының кейін сөйлесерміз деген сөзін еске түсіріп, оның кейін сөйлеспейтініне көз жетеді. Артынша шаршының маскасын өзіне иемденіп алады. Бәрі біткен соң 111-ді басқа жолмен алып кетеді. Одан хабардар болған сарбаз соның камерасындағы бейнені ысырып тастайды. Доксу Миньоға ризашылығын білдіріп, бүгін бір керемет кеш болатынын сезіп келеді. Илнам да Кихунның жалау өнеріне тәнті болып, ойында аман-есен өткеніне соны кінәлайды. Солай команда бір-біріне мәз болып тұрады. Санву өзін кінәлі сезініп, расында төртеуміз бір фигура таңдау керек деп Кихуннан кешірім сұрайды. Кихун қоя берші деп шымкентше ақ көңілділік танытады. Сөйтіп тұрғанда екінші ойынның нәтижесі таблода көрсетіле бастайды. Яғни ыдысқа 34 миллиард 800 миллион вон түседі. Обед уақыты. Бұл жолы ойыншылар лимонадпен қайнатылған жұмыртқа, сосын болды дейтін нәрсе жейді. Арадан Доксу шығып, "Озақпа не" деп қарсылығын білдіріп қалады. Енді мынадай амбалдың денесіне бұл аз ғой расымен. Содан мыстан Миньо оған бір бәле деп сыбырлайды. Келесі кадрда сыбырлаған бір бәлесі орын таба бастайды. Солайша артта тұрған 5 ойыншыға тамақ жетпей қалады. Ас тек қалған ойыншылардың санына қарай ыңғайланып әзірленеді екен. Бесеуі сарбаздарға наразылық көрсетіп тұрғанда 198 мына бестікті тоқылдап қояды. 271 денесіне қарамай Доксуға секіріп сусынға таласады. Доксу оны өлгенше тепкілеп тастайды. Қалғандары концерт көргендей қарап тұра берулерін жалғастырады. Арадан Санву шығып 271-дің пульсін тексеріп, "Соқпай-ақ қояйыншы" дейтін дыбыс естиді. Доксу енді болмаса өлгендей сынған шөлмектің түбіндегі
қалған сусынды жұтып тұрады. Кихун камераға қарап кісі өлімі жайлы наразылық білдіріп, мына жерде кәдімгідей сот орнағанын күтті ме білмедім, ойында не бар екен. Әйтеуір 271 өлген болып хабарланып, 107 ойыншы және 100 миллион вон қосылғаны жарияланады. Әдеттегідей мәйітке табыт әкелінеді. Осы сәтте ойыншылар биологиядан Дарвин эволюциясы дейтін параграфты еске түсіреді. Мына жақта жаппай кремация процесі өтіп жатады. Чунхо маскасын киіп тұрғанда үш бұрыштардың бірі келіп оған секіреді. Бірақ Чунхо бізде енді шаршы болғандықтан ол секіріп оған бойы жетпей қояды. Чунхо, саған ережені қайталап еске түсіру керек пе? Бар жұмысыңды істе, деп образға кіре бастайды. 111 анау мынау емес, оташы екені анықталады. Ол үш бұрыштармен бірге өлген мәйіттерден пайдалы запчастьтарды суырумен айналысып тұрады. Солайша бұл ойыншықтар білдіртпей, сау органдарды сатумен де айналысатын левый жұмыстарын біліп аламыз. Сондықтан 111-ді ерекше құрметтеп жүргенде осыдан екен ғой деп қоямыз. Деп қойдыңдар ма? Онда жалғастырайық. Атбойға 30 минут қалады. Санву түнде ұйықтамау керек екенін айтады. Өйткені мына амбал өзінің төрт көтекімен не істейтінін кім білсін? Ойларында не бар дегендей тұжырымға келеді. Оның үстінен адам саны азайса, ақша көбейеді. Олар үшін бәрінің қырылғаны тиімдірек дегендей. Кихун бәріміз бәріміз үшін деп түнде ұйықтамауды шешеді. Ана жақта Себек жалғыз өзі отырады. Кихун қасына барып командасына қосқысы келеді. Бірақ Себек ешкімге сенбей жалғыз жүруді жөн көреді. 111 және сарбаздар мүшелерді тасымалдауға дайындалып жатады. Тасымалдаушылар 28 бен 29 сарбаздар екен. 29-ды Чунхо өлтіріп тастағандықтан 28 жалғыз өзі кеп тұрады. 111 үшінші ойын жайлы сұрайды. Осы сәтте ойыншылар арасында жанжал тудыру үшін тамақтың аз берілгені айтылады. Солайша келесі ойынға біраз ойыншы сұрыпталып, мықтылары ғана қалады дегенге келтіреді. Онымен қоса 111-ге түнде бүгін ұйқы жоқ, аман бол деп ескертеді. Біраздан соң 111 тығылып дәретханаға барып, үшінші ойын жайлы біліп алады. Артынша жатақханаға барып, күшті болып саналатын команданың артына сабынсыз кіру дейтін әрекетін орындайды. Бірақ бұлар өздерінше болып, өздеріне жылтықсы келмейді. Сонда 111 Доксудың құлағына келесі ойынды білемін деп сыбырлайды. Доксу қойш құрсын, кел онда жайғас деп оны командаға тартады. Жарық өшеді. Ең бірінші Доксу болып, бағанағын қалай деп тоқылдаған 198-ді сынған шөлмекті розочкамен бауыздап тастайды. Әрі қарай оның көтектері қолына түскендерді кескілеп, арада қырғын басталады. Сарбаздар есіктің ашылғанын күтіп позицияларын ұстанады. Техник шеңберлер жарықты жыпылықтатып ситуацияға хоррор әсер береді. Доксу барынша Себекті өлтіруге оқталады. Алайда кедергілер көмекке келіп, оның жолы болады. Оған қоса аудың арасын азаптау аман болсын дейтін әдісті де ұмытпайық. Төсектер аударылады. Али Кихунды екінші мәрте аман алып қалады. Сөйтіп Санву Али Кихун үшеуі қосылып, шал мен Себекті іздейді. Себек табылып, өзі-ақ Кихунның тобына қосылады. Али төсектің ұстағыштарын жұлып алып, қаншер масаларды қорумен болады. Фронтмен бұл көріністі жылу визордан аңдып тұрады. Доксудың командасы Себекті ұстауға кіріседі. Кихун оны оңайлықпен бермейтінін айтады. Бір кезде бірінші нөмірдегі Илнам «Қойыңдаршы болды!» дейтін дыбыспен жоғарғы төсектердің бірінен айқайлайды. Сонда сарбаздар есікті ашып қырғынды тоқтатады. Үшбұрыштар ойыншылардың қолын көтеріп, оларды қарусыздандырады. Доксудың қолындағы бәкі тартып алынады. Чунхо шаршы масканы киіп алғандықтан енді ол сөйлеу мүмкіндігіне ие болады. Солай ол Кихуннан Хван Инхо дейтін інісі жайлы сұрайды. Кихун білмейтінін білдіреді. Әдеттегідей өлген ойыншылар анықталып, нөмірлері хабарланып, табыттарға салынып, мына жаққа өткізіліп өртеледі. Команда болып қалыптасқан бестік бір-бірімен дұрыстап таныса бастайды. Кихун екенін айтады. Себек Кан Себек екенін айтады. Санву Чо Санву екенін айтады. Али пәкістандық Али Абдул екенін айтады. Ал Илнам атын айта алмай, жай бірінші нөмірдегі шал болып қала береді. Таблода 27 ойыншы өліп, 80-і ғана қалғаны көрсетіледі. Доксудың командасы бұның бәрі әдейі жасалғанын түсіне бастайды. Және 45 миллиард 600 миллионды тек бір ғана жеңімпаз ұтады дейтін ойды тағы қосып береді. 111 Доксудың жарасын тігіп отырады. Миньо Доксуды Әкетай деп атайды. Доксу оған жынданып, қайдағы Әкетай, сен маған қарағанда кемпірірексің ғой? Жасың қаншада өзі? Кеше ғана балам бар деп пол сүртіп жалынып жатқаның қайда? Деп жөнді сұрақтарын сұрайды. Сонда Миньо, қыздың жасы әрқашан 18-де. Ну ладно, бүгін 19-дамын деп құлақтан тебе салады да дәретханаға кетіп қалады. Доксу артынан келіп, екі сызықты перпендикуляр айқастырып, алдына 18 дейтін санды қойып, экранды булап тұрып бір нәрсемен айналысып жатады. Ой, отырады. Осы кезде Миньо, соңына дейін бірге боламыз, дұрыс па? Деп уәде сұрайды. Доксу уәдесін беріп, берумен алмасады. Атбойдан соң Чунхо телефонға күнделігін жазып отырып, көршісінің жөтелгенін естиді. Бұл жөтел бірінші түнде орын алған еді. Ол кезде Чунхо оған мән бермеген. Сөйтсе бұл азбука Морзе арқылы 29-шы сарбазға беріп жатқан белгі екен. Ал 29-шы шеңбер сарбаз бізде Чунхо. Азанда отырып ұйқыға кеткен кейіпкерлер оянады. Шал қорқып түнімен ұйықтамай шығады. Кезекте 3-ші ойынның әуені шырқалып, ойыншылар соған дайындалады. Шеңберлер бөлмелерінен шығып тексеруден өтеді. Ойыншылар аппақ бөлмеге келеді. Келесі ойын топтық болғандықтан 80 ойыншы 10-нан 8 команда шығатындай етіп бөлінуі керек. Доксу келесі ойынды білетін болғандықтан күшті еркектерді жинатқызады. Кихунның командасы ештеңе білмегендіктен бұл тек кездейсоқ ойыншыларды жинап алады. Миньо Әкетайына жалынып, мен алшы деп аяғына жығылады. Доксу командасына өң еркектерді жинап алғандықтан, оны тек қызық көру үшін пайдаланып, қазір лақтырып кетуге дайын екенін көрсетеді. Енді Миньоға әзірше 9-ақ адам жинап үлгерген команданы табу керек. Ол қайсы деп ойлайсыңдар? Әрине Кихунның тобы. Сөйтіп мыстан Миньо 10-шы болып жайғасады. 10 минут өтеді. Командалар дайын. Енді ойынды бастай берсек болады. Ойыншылар залға
финалға шығады. Ал ойын бізде арқан тартыс. Біз жақтасатын командаға үңілетін болсақ, бір ауруы бар шал және 3 нәзік қыз. Болды ма, сериалды аяқтаймыз ба деп отырғанымызда ереже айтылады. Және қарсыластар жеребе арқылы анықталады. Бірінші болып бірінші қатар мен 7-ші қатар шығады. Бірінші қатарда Доксудың командасы. Осы сәтте ойбай жетті біздікілер ма деп жүрегімізді шұрып қоямыз. Сөйтсек басқа рандом команда екен. Жарайды дейміз де бұларды жоғары шығарамыз. Сөйтіп ойын басталады. Бұл тартыста әрине Доксудың командасы жеңіске жетеді. Келесі қарсыластар 4 пен 5-ші қатар болмақ. Енді осы жерінде біздің команда кілең еркектерден құралған қарсыласқа табандылық көрсету керек. Кейіпкерлер лифтқа отырғызылып жоғары көтеріледі. Лифтта отырғанда Эльнам тактика қолданып жеңіске жету туралы ойын айтып, Казвойстың мына видеосын еске түсіреді. Сөйтіп ойыншылар платформаға шығады. Кихунның командасы әлгі тактиканы қолданып көреді. Нәтижесі жақсы болады. Бірақ шешуші сәтте Самву алға 3 қадам жасап қарсыластарды құлатып, оларды сүйреп тартып, үйтіп әйтеуір жеңіске жетеді. Астыға түсіп бара жатып 244 шүкірлік етіп Құдайды еске алып отырады. 240 қайда Құдайыңды еске алмай, одан да қасыңда тұрған көмегі тиген 001 мен 218-ге рахмет айт дейді. Шеңберлер тірліктерін орындап, мәйіттерді өртейді. Белгі қойылған табытты пешке салып, камераға қарап қойып, оны астыға түсіріп жіберіп, тек ауаны өртейді. Ал табыт керек жеріне барып түседі. Бұл жақта 3 бұрыштар оны ашып, денеден сау мүшелерді ажырату отасына дайындайды. Алайда ойыншы демалмай жатқанын түсініп, 111-ді шақыруын сұрайды. Жатақханаға келгенде Доксу мыналардың өлмегендерін көріп, көзін шарасынан шығарады. Таблода 40 адамның қалғаны жазылып тұрады. Меню бағана болған ойынның қызығын айтып, қалай біліп қойдың дейтін сұрақтарын қою арқылы командаға сіңгісі келіп тұрады. Бірақ сұрағын қойып алып, соған жауап күтпестен тілмен жаққа сүйеніп алып қақсаумен болады. Ал Кихунның командасы оны жақтырмай отырғандардың түрлеріне қарап біле берсек те болады. Самву Доксудың командасына қарап, кілең күшті еркектерді жинап алғанын байқап, бұлар бір бәлені білді дейтін теориясымен таныстырады. 30 минуттан соң қайырлы түн. Самву қырғын шайқас түнде тағы қайталануы мүмкін екенін айтады. Кихун онда қолға түскен нәрсемен қоршау жасап кезекпен ұйықтайық та дейді. Сонда бәрі дұрыс айтасың, қолға түскен нәрсемен қоршау жасап кезектесіп күзетейік дейді. Демек түгіл солай жасайды. Тек Доксудың командасы ғана өздеріне сеніп керемет болып отырады. Доксу Кихунның қасына келіп, мына матрастарың түнде менен қорғай алмайды дейтіндей әңгіме айтады. Сонда Кихун, сен одан да өзіңді ойла, ана қасыңдағыларға сене берме, жарықты қалай өшіреді, солай олар сені өлтіреді. Өйткені сен осы жердегі ең амбалысың дейді. Оған Доксу кәдімгідей ойланып, түрі бұзылып, командасына келіп, бүгін көтеріңіз тыныш жатыңдар, ұйықтайық құрсын дегенге келтіреді. Артынша 111-дің жоқ екенін байқайды. Сол уақытта оны 3 бұрыш өзімен бірге арам тірлігін қышыту үшін тиісті жеріне алып кетеді. Ал бейне бақылау әдеттегідей өшіріледі. Ұйықтауға бір ғана минут қалады. Самву жұп болып күзетейік дейтін ұсынысын айтады. Неге десеңдер, бір адам болса ол ұйықтап кетуі, немесе иесі қарсыластарға қарай ауып кетуі мүмкін дегендей. Содан бірінші болып Самву мен Әли, сосын Кихун мен Эльнам күзететін болып шешеді. Ал мынау Құдайға сыйынғыш бірінші болып шабуыл жасауға кеңес береді. 240 Құдайға сенгіштер осындай қаншер болады екен ау деп оған тірелуін жалғастырады. Жарықтар өшеді. Шеңберлер де жұмыс күнін аяқтайды. Мына жақта екеуі басқа жаққа кетіп қалады. Әли мен Самву күзетіп отырып ашық әңгімелеседі. Әлидің әке-шешесі және бауырлары Пәкістанда. Ал өзі осы жерде 1 жасар баласы мен әйелі үшеу екенін айтады. Әли Пәкістаннан Кореяға ақша табу мақсатымен келгенін айтады. Самву одан жоқ ойынға қалай тап болдың деп сұрайды. Әли қайғырынан алып қараса да ақша табу мақсатымен келгенін айтады. Енді осы сұрақ Самвудың өзіне қойылғанда, ол да ақша табу мақсатымен екенін айтады. Басқа жаққа кетіп қалған екі шеңбер 28 бен 29 екен. Ал 29 бізде Чунхо екенін жақсы білеміз деп қайтадан айта берсең Олар шытырмандардың арасын кезіп, әйтеуір мәйітті сою отасы жүріп жатқан бөлмеге тап болады. Бұл жақта үш бұрыштар ашуланып, кеше қайда болдың? Сенің кесіріңнен жөнелтуді кейінге қалдырдық деп шағым айтады. Оның себебі Чунхо кеше шаршының рөлін ойнап жүруінде болатын. 111 тамақты аз ішіп ұйқысы қанбай үнемі стресстің үстінде жүргендіктен бүгін отасын жай барақат жасайды. Соның себебінен күтіп тұрған катерлер бос кетіп жатқаны айтылады. 111 өзің осындай жағдайда жұмыс істеп көрші деп жынданып өліктің жүрегін ажыратып ыдысқа салады. Кихун ұйықтап жатқанда біреу оны алқымнан алайын деп тұрады. Сөйтсе Самву ұйқысы келіп оны алмастырмақшы болады. Доксу 111-ді іздеп алаңдай бастайды. Ол өз ісімен қол тимей жатады. Осы сәтте үшбұрыш оған тіреліп алып, өткен жолғы отасында көздерін дұрыстап соймағанын айтып ұрсады. Сонда 111 сою жүріп жатқанда ол әлі тірі болғандықтан көзін жыпылықтатып кедергі жасағанын айтып түсіндіреді. Ой мамочки. Сонда мына тыпырлап тірі жатқан ойыншы осы жаққа тірідей жеткізіліп, тірідей сойылған ба деген қорқынышты ой сумаң етіп шыға келеді. Әрі қарай өздерің елестетіп аларсыңдар. Содан жақын арада катер келетіні хабарланады. Сол себепті 111 жылдамдатуы тиіс. Кейіпкерлер қарауылда отырғанда Кихун 10 жыл бұрын автокөлік фабрикасында жұмыс істеп, кейін қаржылық мәселелердің кесірінен жұмысшыларды қысқартып тастап, соның кесірінен отбасын асырай алмай ажырасып, түбінде лудаман болып кеткенін айтады. Ал оның көзін елестеп отырған мына жын ойнақтар сол кездегі ереуілден қалған естеліктер екені анықталады. Мына жақта Чунхо сарбаздардың тағы бір порция сұмдық әңгімелерінен жұтып тұрады. Ал оны тыңдайтын болсақ, бірінші ойында снайперлік қарудан көбісі өліп қалған екен. Тек біреуі ғана отаның ортасында тіріліп, көзі бетіне салбырап оянған екен. Оған қоса сол
ойыншыда бір ғана бүйрек болғандықтан табысы да аз болып қалған. Ал әлгі ойыншы өлмей қойғандықтан оны мына біреу қазықпен өлгенше ұрып тындырған екен. Казбочтан хоррор күтіп жүрген көрермендер болса, міне сендерге хоррор. Содан Чунхо әлгі қазық жайлы сұрағын қояды. Сөйтсе 29 нөмірдегі сарбаз сол мәйітті өзі өртеген болып шығып, Чунхоның сөзден авария болғаны айқындалады. Соны сезген сарбаздар Чунхоны сұраққа алып тұрғанда, 111-дің жүйкесі сыр беріп, адамға жұмыс істетесіңдер ме, әлде істетпейсіңдер ме деп дірілдей бастайды. Ал мына жақта Илнамның халі нашарлай бастайды. Себек оған суын беріп, Илнам төсекке жатқызылады. Әрі қарай Кихун мен Себек күзететін болады. Кихун Себекқа су үшін рахметін айтады. Себек бұл тегін деп ойлап қалма, ертең сен мені сумен сәңкелендіресің дейді. Чунхо қасындағысымен жүрек бауыр бүйректі рюкзакқа салып, келіп тұрған катерге аттанады. Жол жөнекей бұлардың левый істер жүзеге асатын құпия тесіктерін байқаймыз. Ота біткен соң 111 үш бұрыштардан келесі ойынның қандай екенін сұрайды. Ал бұлар әзірше білмейтінін айтады. 111 үш бұрыштардың біреуін пышаққа алып тез-тез біліп келуін сұрайды. Үш бұрыш жатақханаға барып сол жақта күтуін сұрайды. Білесіңдер, егер 111 мыналарға келесі ойынды айтпаса, онда бұған хана дегендей. Соны түсінген 111 барынша 4-ші ойын қандай екенін біліп алуға тырысады. Сонда мынау қалтасында кілтті екіншісіне бермекші болады да 111-ді залалсыздандырады. Алайда өзі залалсызданып скальпельді мойнымен тосады. Екіншісі 111-ді қазықпен ұрып тастайды. 111 сонда да қашып құтылады. Мына екеуі сатымен түсіп келе жатып бомбаны байқайды. Сөйтсе бұл бомба келеңсіз жағдайларда қонақтарды эвакуациялап болған соң детонациялап бәрін жарып тастауға арналған екен. VIP қонақтар деген қандай көтектер деп отырғанымызда сценаны қашып кеткен 111-ге ауыстырамыз. Ол қашып келе жатып әлгі екінші ойын өткен аулаға тап болады. Бұл жақтан оны үш бұрыш ұстап алып, маскасын шешіп байбаламға салған 111-ді бәкісімен тынышталдырмақшы болады. Сөйтіп тұрғанда фронтмен келіп, орган сатып ақша жасап жатқандарыңа менің ешқандай шаруам жоқ. Біз ана өмірде онсыз да амал таппай қиналып жүрген ойыншыларға мына жақта мүмкіндік береміз. Ал сендер оларды бұл жақта да азаптап жатсыңдар. Сен олардан жоғары тұрам деп ойлайсың ба? Ұғып қой, бәріміз бір пендеміз деп оны ат тастайды. Артынша 111 де жасаған тірліктері үшін оққа ұшырайды. Мына жақта 28-ші сарбаз Чунхоның Чунхо екенін біліп қойып, оған пышақ тақай бергенде, Чунхо оған револьвер тақап, оның маскасын шешкізеді. Чунхоның айтпағы ол өткен видеомда айтылғандай, ағасы бұған кезінде бүйрегін берген екен. Сондықтан Чунхоға бағанағы хоррор әңгімеде айтылғандай, отаның ортасында оянған ойыншы соның ағасы дейтіндей ойлар келеді. Алайда ол ойыншы қыз болғандықтан, ол оның ағасы емес болып шығады. Демек, ағасы тірі дегенге үміттену әлі де кеш емес екенін оқып қоямыз. Оған қоса сол қыз ойыншы тірі жатқанда, бұл адам еместер үстіне секіріп дырылдатып алғанын айтып қалады. Ең маңыздысы ойыншылардың тізімі және солар туралы мәліметтер бастықтың бөлмесінде сақталып жатқанын айтып, Чунхоны сол жаққа жол сілтеп жібереді. Чунхо бұның бәрін естіп алып, рахмет дейді, мына айуанды ат бастайды. Біз, сол керек саған дейміз де, мына біреу айуанның өлгеніне де ешбір өкінбейтінімізді білдіреміз. Сөйтіп Чунхо фронтменнің бөлмесіне жетіп, оны револьвермен ашып кіреді де шынарлай бастайды. Ал біз мына телефон тұтқасының қалай қойылғанын есте сақтап алайық. Алда керек болады. Содан фронтмен 28-дің өлгенін анықтайды да, қасындағы қашқанның әлі осы жерде жүрген тұжырымдап оны іздетеді. Артынша 28-дің маңдайынан оқты суырып алып, қандай қарудан атылғанын біліп алады да, үрей дабылын қаққызады. Чунхо ойыншылар жайлы мұрағаттар сақталатын құжаттарды табады. Айта кететін жайт, сериалда ойын 2020 жылы өтіп жатыр. Сөйтіп өзіне дәл құжатты тауып, ішінен бірден бастап 456-ға дейінгі ойыншылар жайлы ақпараттарды көреді. Сонымен қатар ойын 1988 жылдан бері жалғасып келе жатқанын анықтап, солардың ішінен 2015 жыл 28-ші ойында 132-ші нөмірлі ойыншы, яғни інісі Хван Инхо жеңіске жеткені жайлы қызықты мәліметтің куәсі болады. Сол уақытта фронтмен 29-ші сарбаздың жоқ екенін байқап, сарбаздарға ит тұмсығын таққызып төңіректің бәрін іздетеді. Артынша жатақханаға келіп, ойыншыларды залдың ортасына шығарып, бұл жерде де жақсылап түртіп шығады. Осы сәтте бірінші нөмірдегі шал бұтына жіберіп қояды. Кихун үстіндегісімен бұтын орап, оның алғысын алады. Үйтіп 4-ші ойынның уақыты келіп жетеді. Ойыншылар шытырман дәлізбен өтіп келе жатып, осы жердің идеологиясы мен тепе-теңдігін бұзған 4 сарбазды және 111-дің денесін ілгішке анти-үлгі қылып ас қойғандарын байқап өтеді. Осы жерінде Доксу бағанадан бері дәретханаға кеткен 111-дің сол бойы бір жолата о дүниеге кеткенін түсінеді. Чунхо көріп білгендерін телефонға түсіріп алады. Бір кезде мына телефон шырылдайды. Фронтменнің келе жатқанын естіп, Чунхо тығылып қалады. Фронтмен тұтқаны көтеріп ағылшынша сайрайды. Осы сәтте VIP қонақтарды бір еске түсіріп аламыз. Содан фронтмен тұтқаны қояды, я? Біраздан соң Чунхо тұтқаны көтеріп 112-ге хабарласып көреді. Бірақ гудок бармайды. Ойыншылар аппақ бөлмеге кіргізіледі. Меню Доксуға бір тиісіп кетеді. Ереже айтылады. 4-ші ойында ойыншылар жұптасып өнер көрсету керек болады. Содан Меню Кихунға барып жабысады, Самвуға барып жабысады, бірақ бұны қалап тұрған ешкім жоқ. Барлығы жұптарын тауып ойынға дайындалады. Самву Әлимен, Себек 240-пен, Доксу 278-бен дегендей тағысын тағы болып жұптасады. Шал өзінің үстіндегісін шешіп Кихунға береді. Енді бізде Кихун ішінен қарасақ 456, сыртынан қарасақ футболдағы вратарь сияқты сезініп жүреді. Алайда ол өзіне жұп таппай қояды. Сол кезде оған 62-ші нөмірдегі математик келіп жабысады. Ол арқан тартыс ойынына 80-і кіріп, одан 40-ға ғана шыққанын есіне түсіреді. Бірақ 111 мына жерде ілініп тұрғандықтан, енді ойыншылардың саны 39. Демек, біреуі жұп таппай артылып қалады. Онымен не істейтінін бір режиссер біледі. Артынша тезірек жұптасайық та дегенге келтіреді. Сонда Кихун түбінде шалды таңдап, сонымен жұптасатын болып шешеді. Меню ерлі зайыпты жұптың күйеуін тартып алмақшы болып соған жабысады. Сосын Доксудың жұбына келіп жабысады. Түбінде ол жалғызданып үш бұрыштардың құшағына енеді де лезде үні шықпай қалады. Ойыншылар 4-ші ойынның декорациясына жайғаса бастайды. Үш бұрыштар
олардың қолына шыны тастарды ұстатады. Bir кезде ереже айтылады. Төртінші ойынға қош келдіңіздер. Бұл ойын шәригіңді түгенде деп аталады. Ол үшін қапшықтарыңызды ашыңыздар, шәриктеріңізді санаңыздар. Әр қапшықта 10-10-нан болуы қажет. Енді сол шәриктермен жұптарыңызға қарсы ойнайсыздар. Кімде-кім қарсыласының шәриктерін өзіне иемденсе, сол ойыншы жеңген боп есептеледі. Жарты сағат уақыт бар. Дайындалыңыздар, бастаймыз. Ал керек болса, ережені естіп алған ойыншылар дейтін әнді бір еске түсіріп алады. Мына ерлі зайыптыларға обал болды негізі. Содан ойыншылар ойындарына кіріседі. Көбісі камбу ойнауды шешеді. Бұл не дейтін сұраққа астындағы сілтемедегі мына видео деп аталатын видеодан жауап табылады. Әли мен Самвудың ойынына үңілетін болсақ, Әли жеңіп жатқанын байқаймыз. Сол сияқты мына жақта 278 Доксуды жеңіп жатады. Бірақ Доксу оған мәз емес болғандықтан басқа ойын ұсынып көреді. 270 әрең дегенде мақұл деп келіседі. Ойыны қандай десеңдер, мына шұңқырға тасты лақтыру керек. Бірінші болып тасты шұңқырға түсірген ойыншы жерде жатқан қарсыласының тастарын да өзіне жинап алады. Әлидің сәттілігі де жолдан таяр емес. Сондықтан Самвудың жүйкесі сыр бере бастайды. Әли қарсыласты ауыстырғысы келеді. Өкінішісі олай болмайды екен. Мына жақта шал алжып көшелерді үймен жатастырып Кихунды әбден алаңдатады. Кихун оның артынан қалмай әрең дегенде оны көндіреді. Сөйтіп екеуі камбу ойынын бастайды. Себек пен 240 бір ғана раундтан тұратын ойын ойнауды шешеді. Қалған 30 минут бойы сөйлесумен болады. Бәрібір біреуміз өлеміз ғой, одан да бір-бірімізді жақсы танып қалайық дегендей. Самвудың қолында бір ғана тас қалады. Сонда Самву ашуға беріліп, Әлиді арам ойнап отқандай етіп қояды. Бұл ойында ойыншылар бір-біріне күш көрсетуге болмайтындықтан Самву тез арада сабырын шақырып алады да қулығын іске асыруға көшеді. Себек жас кезінде солтүстіктен оңтүстікке қашу барысында өзеннен өтіп бара жатқан әкесін атып тастағанын және шешесін Қытайдан депортация жасағанын айтады. Оған қоса Чуманың кесірінен кезінде ата-әжесінен және үлкен ағасынан айырылғаны тағы бар. Ол аз десеңдер, олардың денелерін Себектің көзінше өртеп жіберген екен. Былай айтқанда Себекте тек детдомда өсіп жатқан інісі және оңтүстікке өте алмай жатқан шешесі ғана қалғаны мәлім болады. Егер ойынды жеңсе, шешесін бергі өшіріп алып, інісі үшеуі мықты үйде тұру дейтін арманын айтады. Ал 240-тың әкесі Құдайға сенгіш фанат болған екен. Bir күні ол әйелін пышақтайды. Артынша өзі осы қызының қолынан да пышақталып өледі. Сол себепті 240 Құдайға сенетін адамдардан көңілі қалғаны айтылады. Кихун шалдан жеңілуін тоқтатар емес. Bir кезде шалдың алжуы Кихунның пайдасына тиіп, олардың тақ жұптығын ажырата алмай тастарын бере бастайды. Одан кейін қайтадан керемет ойнап Кихунды жындыла бастайды. Доксу тасын шұңқырға түсіріп жеңе бастайды. Самву өзін Алиға аятқызып, маған өлуге болмайды, менің жанұям менсіз не істейді деп оған манипуляция жасайды. Али маған да өлуге болмайды деп оған манипуляция жасамайды. Артынша Самву онда былай қылайық деп әйтеуір ақ көңіл Алиді сендіртетіндей логикасын айтып, былайын қылдырады. Мына жақта Доксу жеңілуге сәл қалғанда 278-дің тасы соның тасын итеріп шұңқырға түсіреді. Жеңілген 278 павильонды аралап қашып кетеді. Бірақ алдынан қарсы алған күзет оны атып тастайды. Сол дауысқа Алидің құлағы елең еткенде, Самву қапшығын Алидікімен ауыстырып алады да, оны көше аралаттырып жібереді. Артынша өзінде қалған бір тасты қалтасынан алып, оның қапшығындағы 19-ға қосады. Сөйтіп күзетке ешқандай күш көрсетпей қарсыласымды жеңдім деп қапшығын тапсырып тұрады. Оны көрген Али, бұның не деп қапшығындағы өтірік тастарды байқап, сені сондай деп ойламаппын деп соңғы демдерін алып тұрады. Ойынның аяқталуына 3 минут қалады. Себек пен 240 ал ойнайық деп ойынға кіріседі. Осы сәтте 240-тың есімі Чионг екенін біліп аламыз. Бұл жұптың шарты тасты барынша қабырғаға жақын етіп тастау. Себек бірінші болып лақтырады. Чионг жай ғана алдына тастай салып, одан жеңіле салуды жөн көреді. Өйткені ода өмір сүруге ешқандай себеп жоқ. Ал Себек та бар дегендей. Сөйтіп Чионг Себекке соңғы сөздерін айтып, оғын күтіп тұрады. Солайша 199 бен 240 бұл ойынды тәмамдайды. Ал қарсыластары көздерін жыпылық-жыпылық етіп келесі ойынға өтеді. Мына жақта Кихун тастарын жинап күзетке өткізіп тұрғанда, шал қалтасынан тағы бір шарды тауып алады. Кихун санап көрсе, шынында 20-шы тас осы екен. Шал қайтадан алжып көше аралап мәңгіріп жүріп, шикол кезде өскен үйіне ұқсас ауланы тауып алады. Осы жерде оның баласы және әйелі болғанын айтып қалады. Кихун оны асықтырып ойынға қосумен болады. Bir кезде шал өзінің бір ғана тасын тігіп ойнауға кіріседі. Кихун 19-ға 1 бұл әділетсіз ғой, басқа ойын ойнайық та дегенге келтіреді. Сонда шал, бағанадан бері мені жынды қылып қолымдағы тастың бәрін тартып алу әділетті ме деп оған мат қояды. Артынша шал соңғы шарын Кихунның қолына ұстатып, оның соңғы күндері соның арқасында қызық өткенін айтып алғыс білдіреді. Оған қоса есімі есіне түсіп, о Илнам екенін айтады. Кихун секундтарын санап келесі ойынға өтеді. Фронтмен бәрін жоғарыдан аңдып, VIP қонақтардың келе жатқанын хабарлап, тәртіп бұзған 29-да тезірек табуға бұйрық береді. Ойыншылар орындарына келгенде, Миньоның тірі екенін байқап, көздерін елес көргендей шарасынан шығарады. Сөйтсек, Миньо артық болғандықтан оны ошаққа әкеп көрпенің астына тығып қойған екен. Әйтеуір өмірі осыны деп қоямыз да таблоға қараймыз. Табло 17 ойыншы қалғанын көрсетіп тұрады. Так, осы жерде математиканы қосайық. Ой, калькуляторды қосайық. 4-ші ойынға Миньоны санамағанда 38 ойыншы қатысты. Олар бір-бір жұптан жоғалтты. Енді қазір Миньомен санағанда 20 ойыншы болмай ма деп калькуляторымызды қосып қоямыз. Бірақ үлгермеген жұптарда болған шығар деп калькуляторымыз қайтадан қалтамызға сала саламыз. Тоқта, қайттан алыңдаршы. Ойынның басында әрбір өлген ойыншыға 100 миллионнан қосылып отырады делінген. Қазір 439 ойыншы бұл әлемде жоқ екенін байқады. Егер мына түрімен кейін бір ғана ойыншы қалатын болса, онда финалист қалай 45 миллиард 600 миллион ұтуы мүмкін? Сонда оған 100 миллионды
телефонды сыйлық ретінде бере сала ма? Жарайды, миды ашытпай ақ қояйық, сериал құралайық, Содан фронтмен телефон арқылы VIP қонақтармен сөйлесіп, ет пісіп қойды, нанын салып жатырмыз, келе беріңдер дегендей болады. Бөлмесінен шығып бара жатып, тұтқанның тұрысы бұрынғыдай емес екенін байқайды. Негізі бұл былай қояды. Кейін Чунхо 112-ге хабарласқанда былай қойып қойған екен. Тағы ол мына кезде атылған оқ полициялық қарудан шыққанын біліп қойған екен. Содан фронтмен кабинаның бәрін ақтарып көреді. Рацияға шыққан сарбаздар 29-ның денесі жағалаудан табылғанын хабарлайды. Барып қараса, үстіне крабтар қоныстой жасап жатқан денені байқап, қалтасынан полиция куәлігін табады. Куәлікті ашып қараса, Хван Чунхо болып шығады. Ал мына жақта VIP қонақтардың табалдырыққа аяқ сүртіп тұрғаны хабарланады. Ойыншылар жатақханада тамақтарын ішіп отырады. Миньо Доксуға лашықтардың арасынан бір қанжатыр шығарып жатады. Кихун шалдан айырылғанына қапа болып отырады. Санву оны жуатып, сенікі ничо, сен онымен осы жерде таныстың ғой? Ал мына ерлі зайыптыларды айтсайшы, ол әйелінен айырылды дегендей әңгіме айтады. Бір кезде ол ойынды тоқтату үшін барлығын дауыс беруге шақырады. Оны тынышталдыруға Санву шығып, енді артқа шегінуге жол жоқ екенін айтады. Түнге қарай VIP қонақтар деп тік ұшақтарымен қонып келе бастайды. Фронтмен оларды кездестіреді. VIP-тар басқарушыны сұрайды. VIP-тардың біреуі 69-ші нөмірдегі, яғни ерлі зайыпты жұптың күйеуі асыл өлейін деп тұрғанын байқайды. Негізі бұл қонақ $1 миллион осы ойыншыға тіккен екен. VIP-тар үйде үлкен теледидардан ешқандай ләззат ала алмаймыз. Одан да осындай ойындарды өмірден көргенге не жетсін? Адамдардың өліп жатқаны бізге кайф қой дейтіндей жауыз әңгіме айтылады. Содан фронтмен болыпты, азанда көресіздер, қазір жатыңыздар деп оларды люкс нөмірлеріне қуып жібереді. Сол уақытта Чунхо көзін бақырайтып тумбаның ішіне тығылып отырады. Даяшылар VIP-тарға арақ шараптарын тасып жатқанда, Чунхо бір даяшыны ұстап алып, соның формасын киіп, енді даяшы дейтін образға кіре бастайды. Сонымен қатар телефондағы видеосын қосып қойып, бүкіл қызықтың бәрін түсіріп алмақшы болады. Азанда ойыншылар 69-ның асылып қалғанын байқайды. Таблода 16 ойыншы және 44 миллиард вон. 5-ші ойынның да уақыты келіп жетеді. Ойыншылар әдеттегідей шытырмандармен ақ бөлмеге келеді. Нұсқаулық айтылады. Қош келдіңіздер. Алдарыңызда тұрған манекенге кигізілген 1-ден 16-ға дейінгі нөмірленген алжапқыштарды таңдаңыздар. Ал мына жақта VIP-тар қандай ойын екенін тағатсыздан күтіп отырады. Чунхо солардың шараптарын құйып жүреді. Уақыт өте келе ойынның сұлба моделі көрсетіледі. 69-ға тіккен VIP қонақ енді 96-ға 2 еселеп тігетінін айтып қуып отырады. Не үшін 96? Өйткені әдемі сан дегендей. Енді түсініп отқан шығарсыңдар деп ойлаймын өздеріңде. Ойыншылар ақырындап 1-ден 16-ға дейінгі алжапқыштарға көздерін сүзе бастайды. Фанат Құдай бәрін 6-шы күні жаратты деп 6-ны таңдайды. 151 7 қасиетті сан деп 7-ні таңдайды. Доксу 9-ды таңдайды. Миньо 11-ді таңдайды. Сөйтіп ортасынан ештеңе қалмайды. Қалғандары не таңдайтынын білмей бір орында зарлайды. Сонда VIP-тар арыстаннан қашқан аң әрқашан тобырдың ортасына тығылады деп оларды айуанға теңей бастайды. Артынша оларға бір жеңілдік беруін сұрайды. Алжапқыштағы номерлер реттік сан екенін білдіреді. Қайталап айтамын, алжапқыштағы нөмірлер реттік сан екенін білдіреді. Кихун бірінші болған дұрыс па әлде соңғы болған дұрыс па деп 2 сағат ойланам дегенше 1 мен 16-дан басқасының барлығы таңдалып кетеді. Санву 14, Себек 15-ті таңдайды. Сөйтіп Кихун 1-ді таңдай бергенде артынан 96 келіп, өмірде ылғи көштің соңында қалып жүремін. Ең болмағанда бұл ойында бірінші болайыншы деп бірінші алжапқышты сұрап алады. Ал 96 біле білсек, мына біреу VIP қонақтың ұтыс тігіп отырған фавориті. Содан Кихунға соңғысы қалады. Ойыншылар платформаға жайғасады. Ереже айтылады. Ойынға қош келдіңіздер. 5-ші ойын шиша көпір деп аталады. Мақсат 16 минуттың ішінде алдыда тұрған 2 әйнектің біреуіне секіру арқылы арғы қылтимадан тап болу. Әйнектердің біреуі 2 адамның салмағына шыдайтындай қатты болады, ал екіншісі біреуіне де шыдамайтындай сыңғыш келеді. Кәліштеріңізді шешіп дайындалыңыздар. Ойынды бастаймыз. Ал реттік нөмір бойынша бірінші болып 96 бастайды. Ол екінші секірісінде әйнекті дұрыс таңдамай быч шығады. Осылайша бұл байқұстың ойында да жол болмайды. 96-ның өлгенін көрген VIP қонақ енді өзіне Чунхо дейтін ермек таба бастайды. Екінші болып 8-ші нөмірдегі ойыншы секіреді. Ол шахматтық ретпен секіруді жөн көреді. Алайда дұрыс емес секіріп быт шығады. Үшінші 62-ші нөмірдегі математик секіреді. Ол ықтималдық теориясын қышты бірнеше әйнектерді секіріп өтіп, біреуіне келгенде быт шығады. Одан кейін 4-шісі алдыңғысы қалай секіргенін ұмытып, дұрыс секірмей быт шығады. Артынан 5-шісі де сол жағына секіріп, миы шашылып быт шығады. Қалғандары солардың салып берген ізімен жүріп, жолдарын жалғастырады. Сол уақытта көшіп отырған VIP қонақ Чунхоның маскасын шешіп түрін көргісі келеді. Бір кезде 244-тегі фанат жарты жолда Құдайын еске түсіріп уақыт созады. 7-ші асықтырам деп оның итерісінен оң жақтағы әйнекті быт шығарып өзі де быт шығады. Артынша сол жағына секіріп уақыт алып тұрғанда 8-ші келіп оны алдындағы әйнекке итеріп быт шығарады. Оның артында 9-ші, яғни Доксу келе жатады. Ол 8-ші ойыншыны жол тапқыш ретінде пайдаланады. Алайда ол да 1-2 әйнекті дұрыс секіріп келесісінде быт шығады. Ұмытшақ Кихун бірінші қай әйнектен бастағанын ұмытып қалады. Себек оған көмектесіп жібереді. Ендігі жол салғыш ол Доксу. Ол жол салғаннан гөрі байбаламға салып, артқыларын өзінің алдына салмақшы болып уақытты созады. Ал уақыт минуттың 6-ауы ғана қалғанын көрсетеді. Осы сәт VIP-тарға қызық бола бастайды. Мынау, егер шешпесең өлтірем деп Чунхоның маскасын шешкізе алмай әлек болып жатады. Чунхо оны оңашаландырып нөмірге алып кетеді. Мына жақта 10-шы Доксуды асықтырады. Сөйтіп тұрғанда арттағы Миньо оны Доксуға, Доксу ажалына итеріп быт шығарады. Солай мыстан Миньо Доксуға қайтадан жабысып, алдында өле-өлгенше бірге боламыз дейтін уәдесін орындатқызып, екеуі де быт шығады. Чунхо нөмірге келіп VIP қонақпен
пайдаланады. Джунхо одан ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстайтын жүзім сығындысын дайындап, VIP қонаққа тапанша тіреп, видеоға түсіріп сұраққа алады. Солай жүзім сығындысы орнынан ұзақ табылмай, тірі жастығын және тірі тіреуішін сағындырып қояды. Оны көріп фронтмен алаңдай бастайды. Ана жақта 12-ші ойыншы секіріп быт шығып жатады. Енді 4-ақ ойыншы қалады. Алда әлі 4 әйнекті секіріп өту керек. Осы сәтте 13-ші әйнек шығару фабрикасында жұмыс істегені анықталып, жарықтың шағылысуы арқылы мықты әйнекті тауып, үшеуі аман-есен өтіп шығады. Бірақ мына жауыздар ойынды қызық қылу үшін жарықты өшіріп тастайды. Сонда ол дауыс арқылы тексеруді көздейді. Ол үшін оған бір нәрсе лақтыру керек. Кихун шалдан қалған естелікті есіне түсіріп, қалтасынан бір шарик табады да соған береді. Ол тексереді. Енді екінші әйнекті тексеру керек. Бірақ Кихунда ештеңе жоқ. Уақыт зымырап бара жатыр. Соны ескерген Санву 13-ші ойыншыны итеру арқылы тексеріп, оны быт шығарады да бүтін әйнегін басып платформаға өтіп алады. Оның артынан Кихун мен Себек те платформаға аяқ басады. Артынша әйнектер жарылып, кейіпкерлерге жарақатын сыйлап үлгереді. VIP қонақтың талып жатқанын естіген фронтмен қашқынды іздей бастайды. Қуғын барысында оны маскасыз түрін көріп үлгереді. Чунхо оттегі баллонын тағып алып, су асты үңгірлер жүйесі арқылы қашып кетіп, таласофобтар көздеріңді жұмыңдар, мына жерден тап болады. Фронтмен бастаған жасақ оны катермен іздеуге шығады. Сөйтіп быт шығу 13 рет айтылса, онда бұл санды 16-дан азайтамыз. 3-те болса көште қоямыз да, аман қалған финалистерді құттықтаймыз. Кихун Санвудан көңілі қалып, неге үйттің дейтін сұрағын қояды. Санву, бұл ойын өмір мен өлімнің арасында өтіп жатыр. Мен өмірді таңдадым, деп жауап береді. Кихун, біздің тірі қалуымыз атак сол кісінің арқасында, дейді да, анаң екеуміз мақтап жүрген Санву сен болсаң күйсегенің дұрайын, деп оны өшіреді. Мына жақта Чунхо жағалауға жетіп, телефонында қуат көрсеткіші аз қалғанын көріп, желі ұстайтын жерді іздеп кетеді. Финалистерді құттықтап, сарбаздар кіріп келіп, смокингтарын ұстатады. Себеп мына жарылыс кезінде ауыр жараланып, оны дәретханада жуып тұрады. Чунхо биікке шығып, желі ұстайтын аймақта түсірген видео дәлелдерді бастығының нөміріне жібереді де, әрі қарай қашуын жалғастырады. Өйткені мыналар жақын жерде жүр дегендей. Финалистерге аристократты үлгіде дастархан жайылып, 6 күн бойы әйтеуір бірінші рет адам құсап тамақ беріледі. Үшеуі тамағын ішіп болған соң шеңберлер дастарханды жинап, тек пышақтарды қалдырады. Осы сәтте үшеуінің көздері бір-біріне алара бастайды. Мына жақта Чунхо қашып келе жатып сарбаздардың көзіне түсіп қалады. Әрі қарай ол тау ормандардың ішімен қашып, соңында жарға келіп тіреледі. Енді оған мыналарға ұсталудан басқа амал қалмайды. Чунхо револьвер тіреп сарбаздарды жақындатпай тұрады. Сонда фронтмен шығып білгіштігімен мақтанып, мына кезде маңдайдан суырып алған оққа қарап, полицияның револьверінің барабанында 5 үй ашық болады. Оның біреуі устав бойынша бос болады. Екіншісі холостой. Үшінші оқпен құлыпты бұзып ашқан. Төртінші оқпен 28-ді өлтіргенін тақылдап айтып беріп, енді ода бір-ақ оқ қалғанын білдіреді. Чунхо, ну ладно, онда саған атам осы оқты деп иықтан атады. Артынша ол маскасын шешеді. Сөйтсе фронтмен бұның іздеп жүрген ағасы Инхо болып шығады. Инхо оны қатарына тартады. Чунхо дініне берік екенін көрсетіп қарсыласады. Инхо онда мәсаған деп иықтан атып жардан құлатады. Бірақ уайымдаудың қажеті жоқ. Екінші маусымда бұның тірі жүргенін өткен видеоларында айтқан болатын. Жатақханада 3 ойыншы бір-бірін аңдып пышақпен қаруланып ұйықтамай жатады. Кихун іші пысып Себектің қасына келеді. Себек пышағын көрсетіп есілче өлтірем дейтіндей түр жасайды. Кихун, "Ой, қорықпай-ақ қой. Одан да әңгіме ішіп пысып кетті" деп екеуі әңгімелеседі. Әңгімелесу барысында Себектің інісі Кайонмен жас екені анықталады. Кихун Санвуды өлтіріп екеуі аман шыққан жағдайда ақшаны жартылай бөліп алып, оны қайда жарататыны жайлы айтып отырады. Себек, екеуміздің біреу аман шықса, онда сол ойыншы туыстарымызға қарасын дейтін аманатын айтады. Бір кезде Санву мызғып кетеді. Сонда Кихун пышағын сақтап, оны өлтіруге оқталады. Себек, "Сен ондай жауыз емессің, қоя ғой" деп оны тоқтатады. Артынша ауыр жарақаттың кесірінен Себек әлсірей бастайды. Кихун есікті қағып көмек шақырады. Сол уақытта Санву Себекті өлтіріп үлгереді. Залға сарбаздар табытын алып кіріп, Себекті салады. Кихун ашуланып Санвуға шабуылдайды. Алайда сарбаздар оларды тоқтатып, интриганы соңғы ойынға қалдырып қояды. Себектің денесі пешке салып өртеледі. Таблода 2 ойыншы және 45 миллиард 400 миллион көрсетіледі. Инхо інісін атқанына өкініп, иығынан оқты шығарып отырады. Ал үйтіп көптен күткен 6-шы айналым, яғни кальмар ойынын көретін уақытқа да жетті. Осы уақытқа дейін көргендерің лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Бұның ережесін айтпас бұрын Кихунның шигол кезіне ораламыз. Кальмар ойыны аталу себебі, сызылған сызықтар сол кальмар дейтін бас аяқты жануардың пішініне ұқсас болғандықтан солай аталады. Егер қазақшасы болса, оны жазып қойыңдаршы, біліп жүрейік. Содан бұл ойынды ойнау үшін 2 топ жиналады екен. Біреуі шабуылшылар, екіншісі қорғанушылар. Қорғанушылар кальмардың ішінде 2 аяқпен жүреді. Ал шабуылшылар сыртында 1 аяқпен секіреді. Шабуылшылардың мақсаты мына тұрған 4 бұрыштың ішімен қалай да арғы бетке өтіп 2 аяқпен қозғалу мүмкіндігіне ие болу керек. Артынша шабуылшылар ойынды кальмардың ішінде жалғастырады. Ал қорғанушылардың мақсаты шабуылшыларды сызықтан шығарып тастау керек. Былай айтқанда грек-рим күресінің ережесі ғой. Сызықтан шыққан ойыншы өлген болып есептеледі. Егер шабуылшылардың бірі кальмардың бас жағындағы үшбұрышқа еніп алса, сол команда жеңіске жеткен болып есептеледі. Енді сол кальмар ойынын қалған 2 финалист ойнайтын болады. VIP қонақтарда дүрбілерін дайындап тағатсызданып отырады. Ойыншыларға 2 тактика ұсынылады. Кихун ойланбастан шабуылды таңдайды. Сөйтіп екеуі алаңға шығарылады. Шаршы сарбаз мен айтқан ережені бір түсіндіріп өтеді. Бірақ бұлардың жағдайында сызықтан шығып кеткен ойыншы шын мағынада өлтіріледі. Ал сызықтың ішінде жүргенде зорлық зомбылық күш көрсетудің барлық түріне рұқсат беріледі. Былай айтқанда супер ережесіз жекпе-жек. Кихун бауын байлап, білдіртпей жерден бір уыс құм алады. Сөйтіп бір аяқтап келіп, Санвудың көзіне құмды шашып жіберіп, 2 аяқпен жүру мүмкіндігіне ие болады. Ойынның алғашқы қиындығы бітіп, жаңбыр да керек уақытында жауып шайқасқа
сән береді. Оған мына көтектерді мәз болып отырады. Кихун оны аман алып қалған себебі екенін айтады. Санву, екеуің ойынды аяқтауға дауыс беріп, менің үйге ақшасыз оралғанымды қалап бедің? Жоқ, олай болмайды, деп себепті не үшін өлтіргенін айтады. Әрі қарай ойыншылар арасында тупа жекпе-жек орнай бастайды. Біз болсақ Кихунның сызықтан шығып кетпеуін қадағалаймыз. Санву Кихунды пиджакпен қылқындырып, оны 3 бұрышқа жеткізбеумен болады. Байқап отырсақ, кальмар ойыны қызыл шам, жасыл шам өткен алаңда болып жатады. Санву Кихунның санына пышақ қадайды. Артынша жүрегіне тығайын деп жатқанда, Кихун алақанымен тосып қарсы алады. Одан кейін Санвудың аяғын тістеп алып, терісін түкіріп тастайды да, бетіне бірнеше соққы беріп, алақанындағы пышақты суырып алып, Санвуды өлтіреді, деп ойлап қоймаңдар. Содан Кихун 3 бұрышқа жақындап келіп, Санвуды аяп жеңімпаз болудан бас тартады. Артынша сарбазға 3-ші пунктті еске түсіріп, дауыс беру арқылы ақшасыз үйге қайтуды таңдайды. VIP қонақтар Кихунның мұндай шешіміне таңғалады. Кихун Санвуға көмек қолын созады. Санву одан кешірім сұрайды да, үйге ақшасыз оралғанша өлгенім артық дегендей өзіне қол жұмсайды. Солай Санвудың сүйретіп өшіп Кихун жеңіске жетеді. Таблода бір ойыншы қалып, бағана мен айтқандай сияқы мөлшері 45-те 5 емес, 45-те 6 миллиард болып тұрады. Ақшаға толы ыдыс қол жетімді жерге түседі. Ал қабырғаларда басынан бастап сериал бойы өтілген ойындардың эмблемалары сызылып тұрған екен. Өкінішке қарай оған еш қайсысы мән бермепті. Солайша бәрі босап айнала қаңырап қалады. VIP-тар "Болды, концерт бітті" деп үйлеріне қайтады. Инхо Кихунның көзін байлап, оны лимузинге отырғызып қала қалып келеді. Жолда оны құттықтап, "Бұрын соңды аттардың шапқанына ұтыс тігуші едің. Енді ат болып өзің шапқан қалай екен?" деп философиясынан шайнап, оны ұйықтатып көшенің бір жерінен түсіріп кетеді. Кихун аузынан картасын шығарып, ақшаматқа барып, әдеттегідей 10 000 вон алады. Ал баланста ұтқан сомасы көрініп тұрады. Бірақ қазіргі сәтте Кихунды ақша мүлдем қызықтырмайтыны байқалады. Жолдан оны Санвудың шешесі қарсы алып, қолына макрелін ұстатып үйіне жібереді. Бір кезде ол Санвуды сұрайды. Кихун не айтарын білмей көзіне жас толтырып кете береді. Үйіне келсе, шешесі үн қатпайды. Бөлмеге кіріп қалса, бұл кісінің дәм тұзы таусылып диабеттен қаза тапқаны Кихунды қатты жылатып өкіндіреді. Арадан 1 жыл өтеді. Жүдеген Кихун шотындағы ақшаға мүлдем тиіспей, бұрынғыдай өмір сүріп жүргендіктен банк қызметкері оны VIP клиент ретінде санап, оған біраз мүмкіндіктер ұсынғысы келеді. Кихун ауру қалса да әдет қалмайды демекші, одан қарызға бар болғаны 10 000 вон сұрап жағалауға келіп отырады. Ойлаңдаршы, енді қалтасында 15 миллиард теңге бар. Ал бұл болса қарыз сұрап жүр. Бір кезде қасына гүл сататын адам келіп, оған гүлін сатып кетеді. Оның ішінен визитканы байқап, сол жерде көрсетілген орынға келеді. Ғимараттың ішіне кірсе, анадай жерде біреу жатыр екен. Қасына барып қараса, Ильнам жатқан болып шығады. Осы сәтте ойындардың бәрін құрастырушы осы бәле екені анықталады. Ол Кихунмен тағы бір ойын ойнағысы келетінін айтады. Ол қандай десеңдер, көшеде отырған үй жайы жоқ бейшараны біреу сағат 12-ге дейін құтқара ма, құтқармай ма, сол қызық дейтін ойын. Құтқарса Кихун жеңеді, құтқармаса Ильнам жеңеді. Сонда Ильнам жеңсе, Кихун өзінде бар нәрсенің бәрін тігетінін айтады. Тіпті мынанша ақшасында. Ал Кихун жеңсе, Ильнамды өз қолымен өлтіретіні айтылады. 12-ге дейін 20 минуттай уақыт қалады. Сол уақытта кейіпкерлер қарап отырмай әңгіме айтады. Ильнам қалтада ақша көп болған сайын өмірден ләззат алып, бақытты болу қиындай түсетінін түсіндіреді. Оған мысал VIP қонақтар дегендей. Оларды таңғалдыру қиын болғандықтан, тек реалити шоумен ғана әсерлендіретіні айтылады. Ал Ильнам бұны сырттан бақылап отырғаннан гөрі, ойынға өзі қатысып, сәл де болса бақытты балалық шақтарын еске алып қалғысы келген екен. Сонымен қатар Кихунмен бірге ойнағанына шын мәнісінде мәз екенін айтып қалады. Соңында шал Кихунның басынан өткен мынадай сұмдықтардан соң да адам баласының бойында әлі де мейірімділіктің қалғанына сенетініне таңғалады. Секунд санап 12 болады. Мына бейшараға көмек келе бастайды. Солай Кихун жеңіске жетіп кетіп қалады. Ал шал оны көріп үлгерместен көз жұмады. Бірақ көзі ашық қалып кетеді. Оны кейін Инхо келіп жұмады. Алдында VIP қонақтар келгенде, Ильнам оларды өзі күте алмай қалған себебі де осы сәтте белгілі болады. Инхо соны еске түсіріп, 2-ші сезонның қамын ойлай бастайды. Кихун шаштаразға барып, шашын қызылмен боятып алып, жетімханадан Себектің інісімен жолығады. Артынша оны жетектеп әкеп Санвудың шешесінің қасына қойып, киім-кешегін тастап кетеді. Сөйтіп Санвудың шешесі шабаданды ашып қараса, ішінде киім-кешек емес, мен Санвуға қарыз едім дейтін хаты жазылған 50 мыңдықтарды байқайды. Кейіннен Кихун әуежайдан табылып, қызының артынан Лос-Анджелеске шабаданын жинайды. Сөйтіп телефон арқылы Кайонмен сөйлесіп келе жатып, жолдың арғы бетінен әлгі визитка таратушыны байқап, соның артынан қуып кетеді. Ол соңғы сәтте пойызбен бірге құри жөнеледі. Кихун кідірместен ойыншының қолындағы визитканы жұлып алып, сол нөмір бойынша хабарласады. Тұтқаның ар жағындағы көке бұған ақмақтық жасамай ұшаққа отырда кет дейді. Кихун тыңдамай кері қайтып, сендерге әлі көрсетем дейтіндей ойымен 1-ші маусымды аяқтайды. Ары қарай Кихун оларға не көрсететінін және 3-ші маусымда не болатынын Казвойс арнасындағы алдағы видеолардан білетін боласыздар. Жіберіп алмаңыздар.